Қайырлы күн, Алтай Ньюс сайтының тұрақты көрермендері. 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні. Ендеше барша әріптестерді келіп жеткен кәсіби мерекелермен құттықтаймыз, және де назарларыңызға кейінгі күндері болған жаңалықтар легін ұсынамыз. Шығыс Қазақстан мен Қытай Халық Республикасы көптеген салаларда табысты ынтымақтасып келеді. Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының Үрімші ауданында ашылған Экспо халықаралық көрмесі аясында Шығыс Қазақстан облысының делегациясы өзара қызығушылық тудыратын салалардағы әлеуетті серіктестермен бірнеше іскерлік келіссөз жүргізді. Форум Экспо аясында өтіп жатыр. Мұнда түрлі елдерден келген қонақтар көп, бірақ Қытай орталық Азия мемлекеттерімен, оның ішінде ең ұзын шекарасы бар Қазақстанмен ынтымақтастыққа баса назар аударуда. Шығыс Қазақстан үшін шекаралас аймақ ретінде Қытаймен өзара қарым-қатынасты дамыту ерекше маңызды. Қазір Майқапшағай Жеменей өткелі жаңартылып жатыр. Ол арқылы 500-ге дейін жүк көлігі өтеді. Қазақстан мен Қытай азаматтарының визасыз сапарлары туралы мәселенің шешілуі, сондай-ақ Қытай Халық Республикасында жарияланған қазақстандық туризм жылы шетелдік туристер санының артуына ықпал етіп отыр, деді өңір басшысы. Бірнеше жылдан бері жөндеу жұмыстары жүріп жатқан республикалық маңызы бар Алматы-Өскемен автожолы жыл соңына дейін іске қосылады. Талдықорған, Қалбатау, Өскемен тасжолын заманауи бағытта тақтайдай тегіс ету үшін жол саласының мамандары күні-түні жұмыс істеп жатыр. Еліміздің Жетісу, Абай және Шығыс Қазақстан облыстарын байланыстыратын тасжолдың жалпы ұзындығы 768 шақырым. Осыған дейін жолдың сапасы сын көтермейтінін айтқан халықтың өтініші көп ұзамай орындалды. Оның үстіне туризм экономикалық бағытта да бұл тас жолдың маңызы зор, деді көлік министрі Марат Қарабаев. Риддер қаласында жаңа әкім. Шығыс Қазақстан облысы әкімнің міндетін атқарушы Нұрымбет Сақтағанов қала активіне жаңа әкімді Думан Рахметқалиевті таныстырды. Аймақ басшысының орынбасары жаңа әкімді ауқымды әрі күрделі жұмыс күтіп тұрғанын атап өтті. Риддерде сапарда жүрген Нұрымбет Сақтағанов шаһардағы жылу электр орталығындағы жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Жиырма 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері күніне орай Ақордада салтанатты жиын өтті. Оған республикалық ақпарат құралдары ғана емес, өңірлердегі жетекші телеарналардың, газет-журналдардың, ақпараттық ресурстардың өкілдері қатысты. Атап өтерлігі, марапатталған журналистердің қатарында әріптесіміз Алтай Ньюс медиа орталығының продюсері, облыстық Дидар газетінің бас редакторы Серік Құмарғалиұлы Әбілхан да бар. Ол ерен еңбегі үшін медалімен наградталды. Қазгидромет Шығыс Қазақстан филиалының ақпараты бойынша 28 маусымда облыс бойынша солтүстік шығыстан жел соғып, күндіз солтүстікке оңтүстік шығыста 15-20 метр секунд болады. Ол Олма, Өскеменде плюс 36 градус қатты ыстық күтілуде. Сондықтан да сақтық шараларын естен шығармаңыздар. Осымен хабар тәмам. Жақсы күндерде жолыққанша бізге лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.